Жетістік дегеніміз не? Біз қоғамда осы бір сөзді өте жиі қолданамыз. Ұзақ ойланбай жетістік сөзіне анықтама бергенде ақша, статус, атақ, қуат секілді сөздерді қолдануымыз мүмкін. Алайда тіпті қарапайым сөздіктердің өзінен осы сөздің анықтамасын іздейтін болсақ, бірыңғай мағынаны табу қиын. Себебі жетістік дегеніміз шынына келгенде біз ойлағаннан да әлдеқайда күрделі ұғым. Ең қарапайым анықтамасы бұл кез келген нәрсені мүлтіксіз орындау, жаңылыстарды азайтып, жоспарға сәйкес әрекет ету. Мысалы 100 метрлік спринтті жүгіріп өту, стартап жобаңызды сату. Алайда кей жетістік формалары көп күшті де қажет етпейді. Мысалы, кішкентай баланы тыңдап, пайдалы ақыл айту. Бөгде жандарға мейірімді болу және қызықты ақпараттар мен пайдалы идеяларға назар аудару. Немесе тіпті жақындарыңыздың қасында арқау, ата-анаңызға қамқор бола білу. Жетістікке жете білу көбінде көп күшті талап етпеген соң, біз оған жету оңай деген қорытындыға келуіміз де мүмкін. Алайда кім не десе де, ешқайсымыз жасаған әр затымызда жетістікке жете бермейміз. Әрқашан бір саладағы жетістік басқасындағы құрбандықты талап етеді. Әрине, жетістікке жету барлығымыздың арманымыз. Алайда шыңды бағындырған уақытта жолыңызда талай қиындықтарды артқа қалдырып, өз арманыңызды ешқашан ұмытпағаныңызды түсіну, сол мұратқа жеткендегі алған ләззатыңыздан да құнды сезім. Сондықтан жетістік жолында жасаған әр қадамның өзі жеке дара жетістік. Міне жауап.